Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғаліммін. Бүгінгі біздің тақырыпта термохимиялық теңдеулерге есеп шығарамыз. Бірінші есеп. Темір мен күкірт жанған кезде темір сульфидін түзеді. Егер де есептің берілгені бойынша 28 грамм темір реакцияға түскен кезде бізде 48,7 килоджоуль энергия бөлінеді екен. Бұл реакцияның біз жылу эффектісін анықтауымыз қажет, яғни Q. Бұнда біздің байқап отқанымыз реакция экзотермиялық, себебі жылу сыртқа бөлініп жатыр. Алайда 28 грамм ғана темірді қолданған кезде реакцияда осынша энергия бөлінеді. Енді біз 1 моль темір реакцияға түскендегі жылу эффектісін табуымыз қажет. Себебі стандарт жағдайда 1 моль болуы қажет. 28 граммда темірдің атомдық массасын алатын болсақ, 56 грамм бөлінген моль бізде 0,5 моль болады. Яғни 0,5 моль темір реакцияға түскен кезде 48-де 7 килоджоуль бөлінеді, ал енді стандарт жағдайда 1 моль болғанда, ол бізде жылу эффектісіне тең. 1 моль Q дейге. Мынау бізде 48-де 7. Яғни 2 есе көбейтеміз, сонда Q тең 97-те 4 килоджоульға тең болады. Келесі есеп. Реакция барысында мырыш пен оттек әрекеттеседі. Мырыш оксиді түзіледі. Реакцияны теңестіреміз. 13 грамм мырыш тотыққан кезде 69-да 6 килоджоуль энергия бөлінеді екен. Бұның жылу эффектісін анықтауымыз қажет, Q. Бұлда да экзотермиялық реакция. Яғни 13 грамм мырыш тотыққан кезде. Мырыштың массасы, атомдық массасы 65, 2-ке көбейтетін болсақ, 130 бөлеміз 130 грамм моль. Яғни бұнда 0,1 моль мырыш тотыққан кезде 69-да 6 килоджоуль энергия бөлінеді. Ал стандарт жағдайда 1 моль болған кезде бұл бізде жылу эффектісін береді, Q. Сонда Q тең 696 килоджоуль болады. Үшінші есеп. 100 грамм шоколад 259 килокалория энергия береді екен. Ол бізде 259 килокалория. 1083 килоджоульға тең. Яғни 100 грамм шоколадты біз жейтін болсақ, 1083,6 килоджоуль энергия қабылдаймыз. Дәл осындай энергия бөліну үшін қанша грамм көміртекті оттектің қатысында жағу қажет? Реакцияны жазамыз. Бұл реакцияның жылу эффектісі 410 килоджоуль. Яғни 1 моль көміртек жанған кезде 410 килоджоуль бөлінеді. Ал егерде осыншама килоджоуль бөліну үшін қанша грамм көміртек алуымыз қажет? Яғни 1083-те моль санын анықтаймыз, N, ал мұнда бізде 1 моль, 1 моль 410 килоджоульда. Осында бізде N тең болады 2,643 моль. Яғни көміртектің зат мөлшері 2,643 моль болу қажет. Енді массаны анықтайтын болсақ, формула бойынша формула тең N бөлінген M бөлінген молярлық масса. Осыдан біз массаны анықтау үшін көбейтеміз зат мөлшерін молярлық массаға. Көміртектің молярлық массасы 12, көбейтемін зат мөлшеріне тең болады 31,71 грамм. Яғни 31-де 71 грамм көміртек жанған кезде 100 грамм шоколадтың энергиясын бөледі екен. Келесі соңғы тапсырма. Сутек пен оттек әрекеттескен кезде бізде су бөлінеді. Реакцияны теңестіреміз. Бұның жылу эффектісі бізде 572 килоджоуль.
егерде 100 литр сутекті біз жағатын болсақ, қанша энергия бөлінетінін анықтауымыз қажет. Бұнда бізде мына берілген термохимиялық теңдеуде 572 килоджоль қанша литр сутек жанған кезде бөлінеді? Бұнда 2 моль болғандықтан сутек, әрбір моль кез келген газ стандарт жағдайда бізде қалыпты жағдайда 22-де 4 литр кетсең, ал 2 моль 44-те 8 литрға тең. Яғни 44-те 8 литр сутек жанған кезде 572 килоджоль энергия бөлінеді. Ал 100 литр сутек жанған кезде қанша энергия бөлінетінін анықтауымыз керек. Яғни 44-те 8-де 572 килоджоль, ал мұнда Q белгісіз. Пропорция арқылы есептейтін болсақ, Q тең 1276,8 килоджольға. Сонымен оқушылар, біз бүгін термохимиялық теңдеулерді құрастыруды және одан жылу эффектісін анықтауды үйрендік. Кейбір есептерде жылу эффектісі беріледі мұндай, және берілген шарт бойынша біз бөлінген жылу мөлшерін анықтауымыз керек. Кейбір есептердің керісінше жылу эффектісін анықтау қажет. Осымен біздің бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.